Менің атым Мұхтаров Ахмет. Менің 3 балам бар, 2 ұлым, 1 қызым. Енді біз жас кезімізде біздің совхоз болған. Совхоз кезінде темекі өсіретінбіз. Енді темекі деген өте бір лас жұмыс. Оны біз жинаған кезімізде қолдарымыз қап-қара кететін, киім и жерді осы несінде жоқ тастайтын. Жердің күшін алып кететін, жердікі. Бұрын Байсейітте кіреберісте Байсейіт ауылы деп жазып қоятын и сурет салып қоятын. Сол ауыл немен шұғылданады, немен істейді. Соның ішінде темекі бар еді. Сонда Стэнли Браун деген сол ағамыз айтатын, осы темекіні жоқ қылып тастап, соны орнына алма болсын, өрік болсын, соны деп сол ойы сонда бар еді, 98 жылы. Енді Құдай бұрса, қазір темекі жоқ, қазір бізде сол алма бар. Марқұм Стэнли Браун деген ол кісі біз үшін бір күн болды. Біз айтамыз, бір факел деп қояды, жарықты ұстап алдында жүретін адам бар ғой. Жолды неғып жарық көрсетіп беретін сондай бір тұрмысымыз 180 градусқа бұрынғы жасап жатқан өміріміз, қазіргі өміріміз ол екі түрлі болып қалды. Енді мен айтам, Құдай бізге жіберген адам. Осы бұтау жолы, дәрлеу жолды сол көзімізді ашып қойған сол кісі. Қайтадан бізге бір жаңа бір жол көрсетіп берді. Енді бұрын бөлетінбіз, енді тағы да бір жақсы бір білімді бізге көрсетіп, айтып, сол бұрын ұмытып қалған нәрселерін қайтадан қозғап, қайтадан соны қоланып, соны істедік, соны істеп жатырмыз. Енді отбасыға маған өте әсер тиді. Енді олардың бабақша емес, бабақшамен шектелмейді. Сол бір адаммен сөйлесу, бір адаммен үйреткенде қалай сөйлеу, жанұямен қалай тәрбиелеу, бәрінен маған ұнағаны Құдайды қандай тану. Құдаймен бір қандай жұмыс бастаса, Құдайдан сұрап бір жұмысты бастау. Сол маған өте ұнады. Қазір қандай жұмыс бастаймын, бәріміз отырамыз, Құдайдан сұраймыз, жұмыс бастаймыз. Жұмысымыз әрқашан жақсы жүреді. Менің әмде бір чоң арманым біздің өзіміздің иесіне бір гүлләш.